Құрметті қалайық, қазіргі видеомен міндетті түрде бөлісіңдер, лайк басыңдар, комментария жазыңдар. Бүкіл қазақ халқына тарасын. Бұл қазақтың психологиясына қатысты ғылыми жаңалық. Естеріңізде болса, осыдан 5-10 жыл бұрын Мәскеу мемлекеттік университетінің антропологы Дробышев деген мысқылдағандай болып, бірақ ашық мойындаған мынандай бір дерекпен бөліскен. Барша дүние жүзінде халықтардың ми қорабы, яғни бас сүйегі кішірейіп жатса, орталық Азияда қазақ халқының миы 200 граммға бәрінікінен артық екен деп кәдімгідей сенсация жария еткен. Бұны барлықтарыңыз көрген шығарсыз, бұл видеоны тағы да көріп алыңыздар, тыңдап. Поэтому... отскакивая чуть-чуть в сторону, а вот отдельные персонажи, не будем называть фамилии, говорят, что черепная коробка непрерывно уменьшается, весь мозг уменьшается, и мы все дурнее и дурнее. Это правда? Коробка таки правда уменьшается, это научный факт. Но, во-первых, не везде и не одинаковая, потому что вообще планета большая. Где-то она уменьшается, а где-то она, в общем-то, и не очень уменьшается. И смотря какой масштаб временной мы берем. То есть, если мы возьмем, допустим, сравнение людей, которые жили 25 тысяч лет назад и сейчас, у нас мозг реально уменьшился грамм на 100 в среднем по планете. Но если взять, допустим, только Северную Европу, то, может быть, он еще и немножко и подрос, на самом деле. А если мы возьмем Центральную Азию, допустим, казахов, у них выросло грамм на 200, наверное, неожиданным образом. Ничего себе. Вот. Көрдіңіздер ме? Бірақ бұл сөз соңы Дробышев мынандай бір мысқыл сөзбен айтады. Мен әдейіге қитсадым, енді бәріміздің намысымызға тие бермесін деп. Ол айтады, бірақ дейді, біз олардың сондай бір әлемге айтқан кезде өркениет бергенін көрген жоқпыз деп сөзін аяқтайды. Енді кеместіп аяқтайды. Содан кейін осы жәнәректе осы желіні ақтарып отырып мынандай бір видеоға жолықтым. Совет өкіметінің Мәскеу мемлекеттік университетінің психологы, атақты кісі екен, Петухов деген мынандай бір лекция оқыпты. Сол лекция видео жазылып қапты. И сонда ол мынандай сөз айтады. Шетелдік ғалымдар Африка елінде сынақ жүргізіпті. Зерттеу жүргізіпті. Отырықшы халықтармен және көшпенді халықтармен Канададағы. Соны салыстырса дейді, отырықшы халықтың балалары дейді, автократияда өсетті, және олардың іс-қимылдары барлығы жесткий бір регламентқа негізделген. Яғни бір істері жыл сайын қайталанып отырады, процестер бар болған сол. Ал Канададағы көшпенді жаңағы енот халықтарының қабілеті өте жоғары болған, отырықшы халықтың қарағанда. Себебі дейді, жаңағы Канада халықтарын және көшіп жүрген еноттардың бір қарының пәлен аты бар дейді, түсін түстейтін дейді. Осы арада еріксіз қазақ халқының біздің бір математик ғалым ағамыз айтып өтті ғой, жылқының пәлен түсі бар дейді, оның бәрі неге керек деп айтқан сөзі бар. Соны таң қалғам, ол кісі онда несі бар деп. Мен оказывается, оның барлығы ұлттың когнитивтік қабілетін білдіретін нәрсе екен. Когнитивтік қабілет деген ол ұлттың дарындылық қасиетін былай айқыштап көрсететін дүние. Соны анықтаған. Демек, қазақ халқы ежелден көшіп қонып жүрген кезде олардың когнитивтік қабілеті отырықшы халықтардың жоғары болған. Мына өздеріңіз Петуховтың лекциясын тыңдап көріңіздер, 1 минут 30 секунд. Сосын кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Есть популярные результаты, когда по когнитивной сложности сравнивали две группы детей. Одна группа – это были африканцы, причем их род занимался земледелием, а другая – это были канадские охотники-эскимосы, соответственно, их дети. Так вот, интересный результат состоял в том, что, казалось бы, Африка – многоцветие, масса разнообразных деталей, а когнитивная сложность у данных детей низкая. Это объясняется тем, что земледелие требует освоение определенных стереотипных действий, шаблонных действий, со строгой очередностью. И поэтому этих детей часто и воспитывают достаточно авторитарно. Авторитарное воспитание приводит к низкой когнитивной сложности, глобальному когнитивному стилю. И напротив, охотники и эскимосы
живут, казалось бы, в совершенно однородной среде, среди белого снега. Но тогда заметим, уже в языке у этих людей есть масса слов для выделения отдельных оттенков белого снега, а это уже свидетельствует о высокой когнитивной сложности. И тогда добавим, что будущий охотник уже довольно рано получает в руки игрушечное ружьишко и воспитывают его отнюдь не авторитарно. Он получает уже рано достаточную самостоятельность, и подобное воспитание связано, конечно, с высокой в дальнейшем когнитивной сложностью. Не, тыңдап көрдіңіздер ғой, өздеріңіз сендіңіздер ғой. Демек, қазақ халқы өте қабілетті халық. Біздің дарындығымыз әлемдік деңгейдегі халықпыз. Біз өте тамырлы халықпыз. Бұл бізді бір ұлтшылдыққа, басқа бір ұлттарды жек көрушілікке әкелмеу керек. Ең бірінші содан қорқу керек. Яғни біздің көңілімізге жаңағы солтүстік көршімізге тән шовинистік қасиет сіңбеу керек. Өйткені бұл өте үлкен тарихи нәрсе, өте үлкен психологиялық қуаттың көзі. Біздің қазірден бастап балаларымызды оқытсақ, олар қарыштап дамудың несін алады, энергиясын алады. Көрдіңіздер ме? Ал енді осы ғалымдардың сөзін дәлелдейтін ғалым, ол Алескер Сябла деген кісі, мен сіздерге көрсеткем. Оның кітабын, ол кітап Туран в древний период мировой истории деп аталады. Желіде бар, Гуглда іздеп тауып оқыңыздар. Ол 600-ден артық Еуропа ғалымдарының зерттеулерін алға тартып, бүкіл дүние жүзіне цивилизация орталық Азиядан тарағандығын дәлелдеп жазған кісі. Көбінде ол деректің бары 20 ғасырға дейін жазылған деректерге сілтеме жасаған. Түсінесіздер ме? Бүкіл дүние жүзінде металлургияны таратқан біздің ата бабалар Тураннан. Мен сіздерге айтқам, Туран бүкіл діндердің несі екен, отан екен. Тіпті Ибрахим пайғамбар да осы орталық Азиядан шығып, сонау шумерлер деген халық бар ғой, цивилизация. Шумер деп жергілікті атын атаған топониммен айтпаса, ол цивилизацияның аты қалай болғанын ғалымдар білмейді, болса табылған жердің атымен атап кеткен. Сол жаққа барып, сол жаққа ілім таратып, содан кейін бүкіл елдің бәріне Ибрахим деп сол жақта сіңісті оқып кеткен. Тіпті Мұса пайғамбар да орталық Азиядан шыққаны әбден мүмкін. Өйткені мен сіздерге айтқам, Элизабет деген ханым 1682 жылы Сирия, Бабилон, Египеттің ежелгі тарихы деген кітап жазады. Сол кітапта ол кісі жаңағы Ирак, қазіргі Израиль, Турция, Палестинаны, Иран, Либия, Египет жерінің барлығын Туран халықтары мекендеген деп жазған. Көрдіңіздер ме? Сонда цивилизацияның көкесін, сонда барлығын Тураннан шыққан. Ана Қазығұрттың төбесінде Нұқтың кемесі неге қалған деген бар ғой, аңыз. Ол шындық сонда. Нұқтың кемесі сол жерде қалғанда діннің бәрі ошақтан тараған. Ал оның барлығын жоқ еткен біздің ең бірінші қарсыласымыз жүйіттер. Жүйіттерде шыққан халықты айтайық. Жүйіттер деген берден шыққан. Жүйіттер деген ол бар болғаны ұйымдасқан, айтқан кезде қабілетті, бірақ теріс ниетті адамдардың ұйымы. Солар бізге қарсы ең бірінші солар болған. И оларды білет, бізді дала ұлдар деп, негізі бізден қорқады. Мен сіздерге ол туралы тағы да көрсеткем. Олардың Иеремия жазбасында, жаңағы діни жазбасында, 2000 жыл бұрынғы діни жазбасында олардың Құдайы Яхве жазады екен. Сендер осыны орнамасыңдар, осындай тәртіп жасамасыңдар, мен сендерге солтүстік шығыстан сондай ежелгі жауынгер халықтар кеп жазайын деген екен. Және соның ішінде жазылған скиф деген халықты. Скиф деген грек тілінде ол көшпенді деген сөз. Көрдіңіздер ме? Видеомен тағы да айтамын, жан-жаққа бөлісіп отырыңыздар. Бұл сенсациялық видео. Барша халық білсін, оқушылар білсін, студенттер білсін. Рахмет.